Қайырлы күн, балалар! Балалар, біз бүгін әдебиеттік оқу пәнінен Наурыз мерекесіне арналған шығармалармен танысамыз. Наурыз мерекесі туралы тілектерді тыңдап, Қабдеш Жұмаділовтің «Ұзын сары» атты шығарманың мазмұнында не айтылғанын білетін боламыз. Бұл көркем шығарманы оқи отырып, Қабдеш Жұмаділовтің кім екенін білеміз. Сендер мұқият тыңдаңдар. Бұл сабақта Наурыз дастарханы ойынын бірге ойнай отырып, Наурыз мерекесі қандай мереке екенін және мереке дастарханындағы тағамдарды атап, бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз. Балалар, мен сендерге Наурыз мерекесі туралы қысқаша айтып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Әр адам отбасы мүшелерін, немесе туыс-туғандары мен дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Наурыз көже ол келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар қосылуы тиіс. Олар бидай, тары, жүгері, бұршақ, сүт, су және де тұз. Тақ санын сақтап, тағам түрін көбейте беруге де болады. Құрт пен қатықтың қай-қайсысы да сүттің орнын толтыра алады. Балалар, сендер мұқият болыңдар. Кімнің алғыр оқушы екенін байқайық. Мен сендерге сұрақтар қоямын. Сендер сұраққа дұрыс жауап беріңдер. Наурыз мерекесі қандай мереке? Наурыз мерекесінде кімдерді құттықтап, кімдерге тілектер айтамыз? Наурыз көжеге қандай азықтық заттар қосады? Қанекей балалар, Наурыздағы тілек шығармасын мәнерлеп, мазмұнын түсініп оқиық. Ала биең құлындап, алатауға сыймасын, қара биең құлындап, қаратауға сыймасын. Үйіңнің алды той болсын, қораң толы қой болсын. Қазаныңда қайнаған кіл-кіл деген май болсын, айын тусың оңынан, күнің тусың солынан. Мал менен басың тең өсіп кетпесін дәулет қасыңнан. Сендер Наурыз мерекесінде достарыңа қандай тілек айтасыңдар? Жақын туыс бауырларыңа Наурыз мерекесінде қандай тілек айтасыңдар? Сендер Наурыз мерекесінде жақсы тілектерді айтып үйреніңдер. Балалар, Наурыз мерекесінде берілетін Наурыз көженің дәмін білесіңдер ме? Дәмі қандай? Наурыз көжені кімдер жасайды? Наурыз мерекесі туралы қандай мультфильмдерді білесіңдер? Сендердің көрген мультфильмдегі Наурыз көже, үйдегі Наурыз көжеге ұқсайды ма? Мен сендерге Қабдеш Жұмаділовтің «Ұзын сары» атты көркем шығармасын оқып берейін. Сендер мұқият тыңдаңдар. Апам жылда соғым сойған сайын, «Мынау сенің шұжығың» деп, балалардың әрқайсысына бір-бір шұжық жасап беретін еді. Өзімдікі деген қиын ғой. Оқта-текте тошала үйге кіріп, қайысқан қалың еттің арасынан өз шұжығымызға қарап жүреміз. Томпиған сүйкімді шұжықты жегіміз келіп қыңқылдасақ, «Соңыра ұзын сары келгенде жейсіңдер» деп апам ылғи кейінге қалдыра береді. Ал ұзын сары деген қонақтың қашан келері белгісіз. Бір күні есік алдында балалармен асық ойнап жүрсем, бір ұзын сары кісі аттан түсіп, шалбарын атағашқа байлап жатыр екен. Өмірі мұндай қуанбаспын. Ойынды қоя салып, үйге қарай ұштым. Апа, «Ұзын сары келді, шұжықтас» деппін табалдырықтан аттай бере. Апам ішегі қата күліп, әлгі қонақты үйге кіргізді. Сөйтсем, ол төменгі көктал жақта тұратын Сарыбай деген шал екен. Апам «Ұзын сары» дегенде әлде бір кісіні емес, Наурыздың ұзақ, сары күнін айтатынын енді білдім. Балалар, «Ұзын сары» деген не? Сендердің тыңдаған шығармадағы тошала дегеніміз не екенін білесіңдер ме? Ал атағаш дегеніміз не?
Мен сендерге айтайын. Тошала дегеніміз ол қыста ет сақтайтын жеке үйді айтамыз. Ал атағаш дегеніміз ат байлау үшін орнатылған кесінді ағашты айтамыз. Ал қанекей балалар, мен сендерге тыңдалған әңгіме бойынша тапсырма берейін. Әңгіменің авторы кім? Сызбаны пайдаланып, автор туралы әңгімелеп беріңдер. Қабдеш Жұмаділов қай аймақта туылған? Ол қандай жазушы? Қабдеш Жұмаділовтың қандай кітаптары бар? Балалар, енді келесі тапсырманы орындауда мұқият болыңдар. Наурыз мерекесіне қатысты 5 сөзден сөйлем құрастырып жаздыңдар. Түсіндіріңдер. Сөйлемді жазғанда қате жіберуші болмаңдар. Сөздерді қолдана отырып, сөйлемді түсінікті етіп құрыңдар. Сөздерден сөйлем құрау үшін алдын ала ойланып, бүгінгі сабақтағы оқылған көркем шығармаларды еске алыңдар. Жазған сөйлемдер түсінікті болсын. Ұқыпты жазыңдар. Балалар, енді бірлесе отырып наурыз дастарханы ойынын ойнайық. Дастарханға қандай тағамдар қоятыныңды айт. Жауап беру үшін асықпай ойланып есіңе түсір. Құрметті балалар, біз бүгін наурыз мерекесі жайлы, наурыз мерекесіндегі айтылатын тілектер туралы білдіңдер. Сонымен бірге Қабдеш Жұмаділовтің Ұзынсары көркем шығарма мазмұнын түсініп, ол кісінің халық жазушысы кім екенін білдіңдер. Сендер жарайсыңдар. Көркем шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруге тырыстыңдар. Тапсырманы орындауға белсенді қатысқандарың үшін алғыс білдіремін. Жарайсыңдар балалар.